Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Күз өз ерекшеліктерімен сипатталатын керемет уақыт, әсіресе иммунитетті көтеретін кез. Күннің жеткілікті мөлшерінің болмауы, күндізгі жарықтың азаюы, төмен температура, ауа мен ылғалдылық иммунитеттің төмендеуі, құлдырауға, энергияның болмауына, терінің құрғауына әкеледі. Бұл тепе-теңдікті қалпына келтіру, дененің төзімділігін арттыру және иммундық жүйені нығайту үшін қоректі заттарды, дұрыс тағамдардың жеткілікті мөлшерін дұрыс тұтынуымыз қажет. Су ең баға жетпес номері бірінші иммунитеттің негізгі көзі. Егер сіз су ішпесеңіз, ағзаңыз өз қызметін дұрыс атқара алмай қалады екен. Бие сүті, саумал немесе қымыз барлық витаминді табасыз. Лимон құрамы С витаминіне бай. Имбир құрамында бактерияларға қарсы тұрар А, С, Б витаминдерімен магний, темір, кальций, калий, натрий бар. Жаңғақ құрамында селен микроэлемент бар. Ағзаға қорғаныш күшін нығайтып, ауруға қарсы тұрады екен. Асқабақ дәндері әсіресе үлкендердің ағзасын вирустан сақтап, иммунитетін қалыпта ұстайды екен. Күнжіт 100 граммында күндік кальцийдің мөлшері бар. Кальцийдің иондары ағзаға келген вирус пен бактерияны сол мезетте шығарып тастайды екен. Алма А, Б, С дәрумені қанды тазалап, иммунитетті көтереді. Қара шалғам, яғни черная редька, иммунитетті көтеретін витаминдер, минералдар, амин қышқылдар дәл осы көкөністе екен. Балдыр кез келген адамның ағзасына жетіспейтін иодтың негізгі көзі екен. Клюква барлық витамин түрі, микроэлементтердің бәрі бар екен. Достар, ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.